Сәлем достар, сіздермен бірге Айғаным. Бүгін сіздерге ауызашарға өте дәмді және де пісіруді қажет етпейтін, құрамында қолжетімді үшбұрыш десертінің рецептісімен бөлісемін. Десертке керек заттар тізімін төменге описанияға қалдырамын. Алдымен десерттің ортасындағы салмасын дайындаймыз. Ол үшін ыдысқа ірімшікті салып, үстіне қант және де бөлме температурасындағы сары майды саламыз. Сары майды салған видеоға түспей қалыпты. Енді осылардың бәрін шанышқымен біркелкі қылып езіп шығамыз, жақсылап араластырамыз. Енді осылай пищевая пленканы дайындап аламыз. Мен 2 қабаттап алдым. Сіздер тақтайға да орап жасап алсаңыздар болады. Болмаса мен сияқты осылай тегіс жерге пищевая пленканы төсеп дайындап аламыз. Енді осылай видеода көрсетілгендей печеньелерді сүтке батырып қойып шығамыз. Кез келген печенье болады, 4 бұрышты болса болды. 15 штук печенье кетеді. Енді осы печеньелердің үстіне бағанағы ірімшікті салып, біркелкі қылып тегістеп шығамыз. Ортасына мен банан салдым. Негізі кез келген жеміс бола береді. Мен оның алдында кивимен де жасап көрдім. Өте дәмді болып шықты. Енді десертті абайлап екі жағын осылай көтеріп аламыз. Сосын видеода көрсетілгендей бір-біріне біріктіреміз. Үшбұрыш формасы шығу керек. Енді осы десертті холодильникке кемінде 3-4 сағатқа қойып қоямыз. Біздің десерт холодильникте 4 сағаттай тұрды. Енді үстіне ерітілген шоколадты жағып шығамыз. Сосын мен үстіне какао септім. Сіздер өз қалауларыңша сенбесеңіздер болады. Құрамы өте қарапайым заттардан жасалынатын үшбұрыш десертіміз дайын. Кесіп көрсетемін, өте әдемі болып шықты. Менің видеом ұнаса, каналға тіркеліп, лайк басып, пікір қалдыруды ұмытпаңыздар достар. Сіздермен болған Айғаным, сау болыңыздар.